Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Мына менің дәл артымда тұрған таудың басындағы ақтас белгісі. Сол арада Ибрахим алейхиссалам Исмаил пайғамбар алейхиссаламды баласын бауыздағысы келген. Алланың әмірімен, бұйрығымен. Бірақ білесіздер, пышағы өтпей қалады да Алла субхана тағала аспаннан қошқар түсіреді, сол қошқарды бауыздайды. Осыдан түсінетін нәрсеміз, құрметті бауырлар, Алланың бұйрығы, әмірі сыртқы көзге ауыр, қиын болып көрінгенмен, оны жасайтын болсақ, оның артында береке, молшылық, хайыр, көп жақсылықтар жатыр. Сондықтан Алланың әмірлерін ауырсынбай, қиын көрмейік. Бисмилля деп, бүткіл Алланың берген әмірін бізге бұйырған нәрселерін орындап жүруге тырысайық. Сол кезде бұл дүниенің де, ақыреттің де жақсылығы бізге нәсіп болады.